Гүлзира Айдарбекова Қайрат Нұртастың балалары туралы, оны сағынғандығы туралы жазба жариялады. Сезім мен алау қыздар папаларын уайымдап, апа, біз папамызды қатты жақсы көреміз деп хабарласып әлек. Алла бұйыртса әні-міні деп сағат санап отырмыз. Бала шағасына не десе де жоқ деп айтып көрген кезі болмаған шығар. Қашанда армандарын орындау бар мақсаты. Кім қай жақты қалады, бірі Барселонаға, бірі Кореяға, бірі Америкаға, бәрінің арманын орындап, түгел білгендей төлемдерін жасап кетсе де, ана жақта отырса да, не сұраса да салып отырсыншы деп, бала шағам қиналып қалмасын деп адвокатты арқылы жеткізіп уайымдаумен отырды. Бір жаққа барамын, не аламын десе, менде солай жоқ деп айта алмаушы едім бала шағама. Алла сол пейіліне беріп жатқан шығар деп қоямын кейде. Жүрегімізден мейірім кетпесін. Қайрат маған кейде түнімен ұйықтамай уайымда отырған мені көріп, анашым мені қатты жақсы көрмеңізші дейтін. Қашанды түзде жүрген соң уайымсыз күнім болмайды ғой. Бірақта жүрегіне Алланы салып, сол Аллаға амандығын тапсыруымыз керек екенін біліп тұрып, қатты жақсы көретінімізді байқамай қаламыз. Ана баласын қатты жақсы көрсе, сол баласымен сынайды. Ал ұл қыздарын өмірлік жарын қатты жақсы көрсе, сүйіктісімен сынайды деген. Қандай сынақ берсе де, жеңілдігімен берсін деп тілейік. Алла бұйырса, құлынымның құлыншақтары шексіз қуанатын күндері көп болсын.